Қайырлы күн достар, әріптестер. Бүгінгі сіздерге ұсынатын тақырып сақтар туралы тарихи мәліметтер, екінші сабақ. Бүгінгі сабағымызда біз сақтар туралы қандай деректер бар және сақтар қайда мекендігі туралы айтатын боламыз. Парсы патшалары бірінші Дарий мен Ксеркстің бұйрығымен жазылған деректер сақтар тарихы туралы еңбекте өте маңызды. Бұл деректер Қазақстанда тұрған ежелгі тайпалар туралы құнды мәліметтерге толы. Көне парсы жазба деректеріндегі Персеополь, Накши-Рустем жазбалары, Бехистун жазбалары жатады. Олар сол кезеңде Қазақстан аумағын мекендеген тайпалардың бәріне ортақ атау ретінде Сака деген сөзді жиі айтады. Көне парсы деректерінде сақ сөзінің мағынасы құдіретті еркектер деп түсіндіріледі. Ал парсылардың Авеста кітабында оларды жүйрік атты турлар деп есептеген. Осы деректердің барлығын зерттей отыра, сақ дәуірлеріндегі тайпалардың өте құдіретті болғандығын және олардың жылқы малын қадір тұтқанын білуге болады. Ежелгі парсы сына жазбаларында сақтардың саяси тарихы, қоныстанған жері, тұрмыс тіршілігі туралы мәліметтер бар. Қазіргі ғалымдар парсы және грек деректерінің негізінде сақ тайпаларының аттары мен қоныстанған жерлері туралы шамалап болжам жасайды. Сақ тайпаларының бірінші тобы Тиграхауда сақтары деп аталады. Олар Жетісу маңын мекендеп, шошақ бөрік кигендер деген атауды алады. Сақ тайпаларының екінші тобы Парадарая сақтары. Олар Сырдария өзенінің орта ағысы мен Арал теңізінің маңайын мекендегендіктен теңіздің арғы жағындағылар деген атауды білдіреді. Сақ тайпаларының үшінші тобы ол Хаома-Варга сақтары. Хаома-Варга сақтары өздерінің атауларына байланысты Хаома сусынын қайнатушылар деген мағынаны білдіреді. Яғни олар қазіргі Қазақстанның оңтүстігі Мургаб өзенінің бойын мекендеген. Бұл негізгі үш сақ тайпаларының бөлек олардың туыстас тайпалары бар. Жалпы грек тарихшыларының айтуы бойынша бір ауыз сөзбен массагиттер немесе азиялық скифтер деп аталатын басқа топтармен танысайық. Ендеше солтүстік Қазақстанды мекендеген сақ тайпаларының туыстас бөлігін аргипейлер деп атайды. Яғни жүйрік аттың иелері деген мағынаны білдіреді. Келесі туыстас тайпа аримаспылар. Олар қазіргі кенді Алтай өңірін мекендегендіктен оларды Алтайдағы алтын қорушылар, яғни аримаспылар деген атауды алады. Келесі грек географы Страбонның сипаттауы бойынша Каспий теңізі мен Арал теңізінің аралығын дай тайпалары мекендеген. Ал келесі тобы жалпы сақтардың өмірінде үлкен ерекше мәдениет қалдырған тасмола мәдениетінің иесі Исседондар. Оқушылар, сіздерге келесі берілетін тапсырма есімде не қалды? Яғни сіздерге жоғарыда айтылып өткен тайпа атаулары мен олардың территориясын белгілейміз. Жауабын назарларыңызға ұсынамын. Есімде не қалды тапсырмасы бойынша сіздер бірінші Тиграхауда тайпаларын белгілейсіздер, территориясы Жетісу. Екінші Парадарая тайпасы мекендеген жері Сырдария және Арал маңы. Үшінші тайпа Хаома-Варга мекендеген жері Мургаб өзені, Қазақстанның оңтүстігі. Туыстас тайпалары Аргипей, солтүстік Қазақстан. Дай тайпалары Каспий теңізінің маңы. Аримаспылар Шығыс Қазақстан және кенді Алтай таулары. Және соңғы тайпа Исседондар Қазақстанның орталығын мекендеген. Егер видео сіздерге ұнаған болса, төменге лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.